Баршаңызға сәлем. Бүгін қуырдақ жасаймыз. Бізге керегі қой еті. Орташа көлемде тураймыз. Пиязымызды тураймыз. Sarımsақтарымызды тураймыз. Сәбізімізді тураймыз. Картошкамызды да тураймыз. Мен картошканы майға қуырып алдым. Сіздер өз қалауларыңызда қуырсаңыздар да, қуырмасаңыз да болады. Бізге осылай қуырған отбасымызбен ұнатамыз. Тамақ дәмдірек болады. Қызарғанша қуырамыз. Қазанымызға майымызды құйып, етімізді қызарғанша қуырып аламыз. Етімізді қуырғаннан кейін пиязымызды саламыз. Бір қасық томат саламыз. Тұзымызды салып, жақсылап араластырамыз. Қара бұрыш қостым. Дәміне қарай дәмдеуішімізді қосамыз. Сәбізімізді салып, қайнаған суымызды құямыз. Сіздер суы көбірек болғанын қаласаңыздар, жарты құйсаңыздар болады. Егер сусыз құрғақ қуырдақтың атсаңыздар, азырақ құясыздар. Суымыз қайнағаннан кейін сарымсақтарымызды саламыз. Етіміз пісуге таяу қалғанда картошкаларымызды салып, бетіне қозғамаймыз. Ыдысымызға астына еттерді салып, бетіне картошкаларын салып шығасыздар. Үстінен сорпасын құямыз. Бетіне пиязымызды турап салдым. Осымен тамағымыз пісті. Ас болсын.